Бүгін 19 ма? 19-шы күні ұшып барадық. Бізге 5 күн бұрын айтқан. Шымкентке келмепсің, бұл өмірді сүрмепсің, байға роварчы. Yanında hac деген кезде қалай тұрып кетіп жүріп кеткеніңізді білмей қаласыз. Көріп тұрған жарыстар енді. Самолетке мінейін деп жатырық деп айтсам қате шығар. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. What's F? What's B? والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Мекке қаласында боламыз. Суреттерді сөздер, бәрін сөздер. Бірақ бүгінгі күн өте маңызды қажды. Алғаш Қағбаны көрген уақытта көз жасына ерік бермей жылап, истигфар етіп отқан кісілер бар. Ал ол уақытта бір кісілер көріп жатыр, бүйтіп түртке сүртіп, өз дұрыс сонда. Өз түртке сүртіп көріп жатыр, бұдан дұрыс сонда. Бұл не болды сонда? Бұл енді бір көрсету мақсаты болып тұр, көзім ашық. Сол үшін бүгін телефон деген нәрсені, құрметті қажылар, алғаш умрамызда сөмкелеріңізді сақ қойыңыздар. Сөмкелеріңізді сақ қойыңыздар. Әлі 6 күн Харам шарифте боламыз. Бәрін өлгіресіздер иншалла. Бір күні ұстазына шәкірттер айтты. Ұстаз, ауылға бір үлкен бір палуан кісі келді. Ой, 300-400 килограмм затты жаңағы бір қолмен көтереді екен деп айтқан ғой. Сол кезде жаңа ұстаз айтты. Мықты болса, құманын арқалап дәрет алсыншы көрейік деген. Алланың қалауымен Мекке қаласына келдік. Сағаттың дәл артындағы отель. Қазір отельге жайғасамыз, намазымызды оқып аламыз, асыға түсеміз, тамағымызды жейміз, кешкі асымызды. И Алланың қалауымен Мекке мешітіне барамыз, Харам мешітіне. Ассалаумағалейкумдар. Алланың қалауымен отельге келдік. Енді сіздерге кішкене румдар көрсетіп жіберемін. Кеттік па? Бисмилля. Алла тағала бізге осындай отельді дайындап қойған. Мынау альхамдулилля дейтін зат қой, қараңыздаршы. Үйімнен де әдемі отель ғой мынау. Вау, просто машаллах, қауыптар барлығы түсіп қой. Жарайды, енді видті көрейік. Бисмилля. Ойбай, мынау жабық екен. Ашамыз ба? Башла ма? Ойбай, мына жағы. Бит мына аяқта ма? Отельді көрдіңіздер, вид хорошо, вид қазір Қағбаға барамыз, без проблем. Вот отельдің несін айтыңыздаршы, это 10-нан қанша? 10 ба? 10-нан 11 ғой. Қазір намаздарды оқып аламыз Алланың қалауымен. Потом түсеміз астыға ұжым жеуге. Әрі қарай Меккеге, Қағбаға барамыз Алланың қалауымен. Бізбен бірге болыңыздар. Шүкір жалама. Ал достар, Алланың қалауымен барды. Қазір тамақ ішуге барып жатыр. Кешкі асқа. Ар жағынан Алланың мекеніне, Алланың үйіне, яғни Қағбаға барамыз. Саған бұйырған нәрсе сен әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе мықтылығыңа қарамай сен айналып өтеді. Алланың саған деп жазғаны өзгеге бұйыруы мүлде мүмкін емес. Жасымыз кішкентай, Алла тағала шақырып тұр. Мен бұндай несібеден білмедім. Алладан көп нәрсе сұрады, бірақ Алланың маған арттырып, хамидикімізге арттырып бергендігі. Алхамдулилlah, сансыз шүкірліктер болсын. Алланың нығметтері өте шексіз. Бисмилля. Ондай қуанышымыз ешкім қатты да. Камераға көрсете алмайтын. Кеткен ана жақта біздің отеліміздің асханасы достар. Біздің қажыларымыз
томат салат бар. Ұстаз камераға сәлем жолдап қойыңыз. Табыр болсын. Енді мен әдемі салудан енді ондай мастер емеспін, но көріп отырғандарыңыздай қолым нормально. Қойшы бараманнан бері. Бармай қалады ау. Біреуін алсайда. Болмасын. Жерде біздің қажыларымыз. Енді атекен кірген кезде оң жақта бір лифт бар. Және де мына жақта да лифт бар. 8 лифт бар. Егер де адаса қалдыңыздар, мен сіздерге қазір қалай келу керектігін үйретемін. Яғни Харам шарифте бір адам іздеп табу оңай емес. Сол үшін адасқан адам ешқандай паника керек жоқ. Сағатқа қарайсыздар, сағаттан шығасыздар да біздің отельге келе қоясыздар. Тіп түзу бір-ақ жол бар. Дәл қасына жолмен түсеміз, Харам шарифтен бір-ақ шығамыз. Онға жолай түсіндіреді. Алланың қалауы отельден шықтық. Қазір Алланың үйін, қағбаны бірінші рет көретін боламыз. Бірінші рет өмірдің мәнін, өмірдің мағынасын бірінші рет көретін боламыз. Мама, мен айта алмаймын, вообще. Ішім өртеніп жатыр, достар. Білмеймін. Көріңіздер Алланың қалауын. Кеттік. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Алланың қалауымен бүгін бірінші умрамыз бітті. Аллаға тапсырдық, Алла қабыл етуші. Енді Қағба жаққа барайын деп отырық, бес намазын оқу алуға, жолай пауэрбанк немесе бір керек-керекті заттарды алуға. Егер де пенде Раббысы оның істерін қалай реттеп жатқанын көрсе, жүрегі Раббысына деген махаббаттан елжіреп кететін еді. Яғни еріп кетер еді дейді.